Төртінші бейне сабақ. Тұрмыстық зорлық құрбанына қалай дұрыс көмек көрсету керек. Үй зорлығының кез келген құрбанымен әртүрлі нұсқадағы әрекеттердің нақты әрекеттерін талқылау керек. Қауіпсіздік жоспары келесі тармақтардан тұрады. Бірінші, қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Екінші, ресурстар. Үшінші, әрекет жоспары. Төртінші, әрекет. Бірінші, қауіпсіздік жоспары. Егер зорлыққа ұшыраған әйел жәбірленушіні шығарып жібергеннен кейін жалғыз тұратын болса, есік пен терезелердегі құлыптарды ауыстыру. Қауіпсіздік жүйесін терезеге тор салу, құлыптар, жақсы жарық және тағы басқа мүмкіндігінше орнату. Балаларға арналған нұсқама. Зорлық жағдайында полиция шақыру. Отбасы мүшелері мен достарына қоңырау шалу. Тәрбиешілерге, мұғалімдер мен дәрігерлерге баланы кім үйге алып кететіні туралы хабарлау. Басқа сақтандыру шаралары. Зорлық туралы ақпаратты қамқорлық және ажырасу. Балалар мен әйелдерді қорғау үшін процедураларын жасау мақсатында әйелдерге қорғау көрсету. Процедураларын жасау мақсатында әйелдерге қолдау көрсету қызметіне беру. Екінші, қауіпсіздік жоспары. Егер әйел жәбірленушіден кеткен болса, онымен келесі мәселелерді талқылаңыз. Қауіпсіздікті сақтау үшін ол қашан және қалай кете алады? Оның ақшасы бар ма? Ол бара алатын орны бар ма? Егер керек болса, оның полиция шақырту мүмкіндігі бола ма? Өзінің кететіндігі туралы ол кімге айтады? Оның серіктесі, күйеуі тауып алмасы үшін ол өзі мен жақындары не істей алады? Оның жұмысқа дейінгі жолы мен балалардың мектепке дейінгі және кері қайтатын жолы қаншалықты қауіпсіз? Оған қандай қоғамдық заң ресурстары оған қауіпсіздікті қамтамасыз етуге көмектесе алады? Мекенжайы мен телефондарын жазып алыңыз. Ол әйелдерге арналған жергілікті бассауғалау орнының телефонын біле ме? Оған қандай заң процедуралары өзінің және балаларының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге көмектесе алады? Қандай сот шешімі оңтайлы болады? Үшінші, қауіпсіздік жоспары. Егер әйел жәбірлеушімен қалса, онымен келесі мәселелерді талқылаңыз. Төтенше жағдайда қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қандай қауіпсіздік шаралары қажет? Осындай жағдайда ол кімге қоңырау шала алады? Егер зорлық қайталанатын болса, ол полицияға қоңырау шала ма? Көршілер полиция шақыруы үшін дабыл бар ма? Егер оған уақытша бассауғалайтын орын керек болса, ол қайда бара алады? Төтенше жағдайда ол баруға болатын орындарды еске түсіруге көмектесіңіз. Мекенжайлары мен телефондарын жазып беріңіз. Егер ол кету керек болса, жәбірші оны көрмес үшін ол не істей алады? Егер үйде қару болса, одан құтылудың жолын ойлаңыз. Төртінші, қауіпсіздік жоспары. Қашқан жағдайда әйелге келесі туралы ойлануға кеңес беріңіз. Құжаттарды, төлқұжатты, туу туралы куәлікті, түпнұсқасын немесе көшірмелерін, медициналық сақтандыру полисін, неке туралы куәлікті, жүргізуші құқығын, автомобиль құжаттарын, ажырасу туралы куәлікті және басқа сот құжаттарын дайындап қойыңыз. Өзіңіз бен балаларыңыз үшін үйден тыс жерде, достарда, туыстарда болған кезде керек болуы мүмкін ақша, дәрі-дәрмек пен рецепттерді дайындап қойыңыз. Уақытша бас сауғалайтын жерді алдын ала тауып қойыңыз. Құжаттарды, кілттерді, ақшаны пәтерден тез шығу керек болған кезде тез алу үшін қолжетімді жерде ұстаңыз. Жәбірлеуші сізді тауып алмас үшін барлық мүмкіндіктерді жасаңыз. Оған сізді тауып алуға мүмкіндік беретін барлық өзіңіздің жазба кітапшаларыңызды, мекенжайы көрсетілген конверттерді тығыңыз немесе жойып тастаңыз. Сізге қажетті көмек көрсете алатын жергілікті қызметтердің, әйелге арналған дағдарыс орталығы, сенім телефондары, медиктер және тағы басқа телефондарын алдын ала біліп алыңыз. Егер жағдай сыни болса, онда тіпті сіз қажетті заттарды ала алмастан да дереу үйден кету керек. Сіздің өміріңізге
қауіп төніп тұрғанын есіңізден шығармаңыз. Егде адамдарға қатыгездік көрсетуді болдырмау бойынша көптеген бағдарламалар бар. Егде адамдардың қатысуымен, егде адамдардың туысқандарымен жұмыс, кәрілерге арналған мекеме қызметкеріне арналған тренингтер. Егде адамдардың өздері қатысатын бағдарламалар арасында келесілер бар. Қоғамнан оқшауланған басқа кәрі адамдарға баратын немесе олардың компаньондары болатын егде адамдарды жинау және үйрету. Егде адамдардың әлеуметтік өзара әрекетін ынталандыру, қауымдарын ынталандыру бағдарламаларын жасау. Ауылдарда немесе қалаларда, көршілес үйлерде немесе бір үйде тұратын егде адамдардан әлеуметтік желілер құру. Егде адамдардың қатысуымен олардың тиімділігін арттыру үшін өзіңе көмек бағдарламаларын жасау. Зорлықтың алдын алу бойынша егде адамдардың туысқандарымен жұмыс бағдарламасы. Психикалық денсаулыққа және заттарға салынушылыққа байланысты мәселелерді шешу үшін көмек ұсыну. Жұмыспен және біліммен көмектесу. Кикілжіңді шешу жолдарын, әсіресе кәрілердің кикілжіңнің шешудегі дәстүрлі рөлі жойылған жерлерде табу. Үйдегі зорлыққа тап болған балалармен жұмыс жасау. Отбасына қолдау көрсету. Ата-ана дағдыларына үйрету. Отбасыларға бару бағдарламасы. Балаларға қатыгездік танытуды анықтау бойынша денсаулық сақтау жұмыскеріне арналған тренингтер. Зорлық көрген балаларға көмектесу, бірақ оның тиімділігі аз. Қоғамның зорлыққа көз қарасын өзгертетін бағдарламалар. Зорлық құрбанына арналған ресурстарды көрсету керек. Кімнен көмек алуға болады? Ата-аналар мен тәрбиешілердің балаларға жаман қарауын келесі тәсілмен болдырмауға болады. Қауіпсіз жүктілік санын қысқарту. Жүктілік кезінде алкоголь мен заңсыз есірткі заттарын қолдану деңгейін төмендету. Жас ата-аналар арасындағы алкоголь мен заңсыз есірткі заттарын қолдану деңгейін төмендету. Жоғары сапалы туу алды және туғаннан кейін қызметкерлерге қолжетімділікті жақсарту. Балалар жаман қарым-қатынасқа ұшырайтын отбасына кәсіби медициналық бикелер мен әлеуметтік қызметкерлердің қызмет көрсетуі. Ата-аналар баланы дамыту, тәртіпті бұзғаны үшін күшсіз жазалау және мәселелерді шешу тәсілдеріне дайындау. Балаларға сексуалдық зорлық көрсетуді болдырмау бағдарламалары. Олар әдетте мектепте жүргізіледі және балаларды келесі салаларда оқытады. Өз денесіне меншікті құқығы. Жақсы және жаман қол тигізу арасындағы айырмашылық. Қауіп төндіретін жағдайларды қалай білу керек? Жоқ деп қалай айту керек? Сенім білдіруге болатын үлкен адамдарға дұрыс емес көзқарас туралы қалай айту керек? Үйдегі зорлықтың құрбанын агрессияға қарсы тұру тәсілдеріне үйрету. Мақсаты – агрессияға сындарлы қарсы тұруға үйрену. Үздіксіз нақтылау. Қатысушылардың біреуіне үздіксіз нақтылау техникасын көрсету үшін тренерге шабуылдау ұсынылады. Бұдан әрі бір-біріне кезекпен шабуыл жасау, ал адресаттарға үздіксіз нақтылау көмегімен қорғану ұсынылады. Қатысушылардың жеке тұлғаларын кемсітетін жауаптарға назар аударып талқылаңыз. Сырттай келісу. Тренер қатысушыларға жосықсыз пікірлер айтып, сұрақтар қояды. Ал оларға не айтса да келісуді ұсынады. Топ қатысушылардың айтқандарының біраз бөлігімен келісуге болады. Бұдан әрі шабуыл бастамасы топ қатысушыларына ұсынылады. Бұзылған пластинка. Шабуылдаушы біреуіне ашулы дауыспен сөйлейді. Адресаттың міндеті сөз мағынасын жоғалтпай, бірнеше рет қайталауға болатын қолайлы сөйлемді табу. Ағылшын профессоры. Шабуылдаушы топ қатысушыларының біреуіне сөйлейді. Адресат міндеті ағылшын профессоры техникасымен жауап беру. Талқылау. Осы жаттығуды орындаған кезде сіз не сезіндіңіз? Сізде қандай ойлар пайда болды? Қандай жаңалықты білдіңіз? Оны сіз өз өміріңізде қалай пайдаланасыз? Зорлықты көрген және оларды жеңе білгендер тарихы туралы айтқан маңызды. Егер осындай адамдар оңалту бағдарламаларына қатысатын болса, өте жақсы.